керек. Сонымен мінекей назарларыңызда Бейбіт Әбішев жас футболшыға пас болды қазір. Тобыл ойыншылар шабуыл жасауға ұмтылуда және тағы да үшінші гол! Гол! Нұрбол Жұмасқалиев осының алдында ғана қақпаға теуіп, қақпаның бағанына тигізіп алған болатын, бірақ Бейбіт Әбішев оны тамаша пайдаланған еді. Еңбегі Нұрбол Жұмасқалиевтің, енді Нұрболдың еңбегі еленді, есепті 3-0-ге дейін жеткізді. Это грубейшая ошибка защитников ЖТСУ. Сейчас мы на повторе посмотрим. Но отлично действовал, конечно же, капитан Тобола Нурбол Жұмасқалиев. И действительно, стал он соавтором и второго гола после его удара в штангу. Вот, где были защитники, вопрос. Жұмасқалиев четко разобрался в ситуации и спокойно мимо вратаря в угол. Сначала даже посадил на пятую точку Пасеченко, а потом отправил мяч в угол. Конечно, передача Бугаева пяточкой была неплоха, но